Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен сүтті құс, яғни молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін қопсытқыш саламыз. Сары май саламыз. Сары майымыздың қатты немесе жұмсақ болуы маңызды емес. Қатты болса, міндетті түрде миксермен жақсылап араластырыңыз. Енді қоюландырылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды саламыз. Ұнды салғанда міндетті түрде осылай ақырын араластырыңыз. Он кішкене массаға қосыла бастағанда ғана миксерді қосыңыз. Массамыз осындай үлпілдек, яғни воздушный болып шығуы тиіс. Пергамент қағазына тәрелкемен немесе осындай мен қолданатын формамен дөңгелек сызып аламыз. Енді осылай 2 ас қасық қамыр салып, дөңгелектен шықпай жағып аламыз. Қамырымызды осылай бір келкі етіп жағып алғанда, пешке 180 градусқа 4-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Коржымыз осылай кішкене көтеріліп пісуі керек. Енді кремге 33-35% кілегей қажет. Енді кілегейіміз осындай формада болмағанша миксерлейміз. Үне сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр саламыз. Енді қант ұнтағын қосамыз. Осындай формада болмағанша жақсылап миксерлейміз. Енді тортымызды видеодағыдай жинаймыз. Торттың бетін де жан жағында креммен жағып шығамыз. Міне, біздің тортымыз дайын болды. Өз қалауыңызша әсемдеуіңізге болады. Бірақ ең бірінші 30 немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюларыңыз керек. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.